Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жаңа оқу тоқсаны басталды. Ендеше сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымызда біз жаңа бөліммен танысқалы отырмыз. Бөлім атауы мәңгілік ел, мәңгілік мұрат бөлімі деп аталады. Сабақтың тақырыбы Несіпбек Айтұлы Бәйтерек поэмасы. Оқу мақсаты автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жазу. Бағалау критерийі автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жазады. Оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда Несіпбек Айтұлының өмірі, шығармашылығы және Бәйтерек шығармасымен танысатын боламыз. Және сонымен қатар оқу мақсатына сай шығармашылық жұмыс орындаймыз. Несіпбек Айтұлының өмірі мен шығармашылығына қысқаша тоқталып өтсек. Несіпбек Айтұлы 1953 жылы 22 қыркүйекте Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданына қарасты Теректі ауылының Апиынды бұлақ деген жерінде дүниеге келген. Отбасында 9 баланың үлкені болған. Баланың үлкені болғандықтан атасының тәрбиесінде болған екен. Атасы ақын, аңшы, саятшы адам болған. Арғай жалғастыратын болса, Несіпбек Айтұлы 1962 жылы ата-анасымен атамекенге оралып, орта мектепті бұрынғы Семей облысы Шұбартау ауданы Баршатас ауылында бітірген. Еңбек жолын Шұбартау аудандық Жаңа өмір газетінде бастаған. 1974 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Алғашқы кітабы 1974 жылы Қозы көш деген атпен жарық көрген. Балабақшаға барар жолда желкілдеп өскен құрақтай күміс күйме, қартаймайды күн неге атты кітаптары бар екен. Несіпбек Айтұлының поэмаларына тоқталатын болсақ, Бәйтерек, Жасынның сынығы, Найзағай, Бас сүйектер, сонымен қатар тағы да басқа көптеген поэмалары бар екен. Біздер Бәйтерек поэмасымен танысамыз. Мына экранда суретте өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл біздің елордамыз Астананың әсем келбеті бейнеленген екен. Бұл суретті неге сіздерге көрсетіп отырмын? Өйткені осы Астананың негізгі символдарының бірі әсем келбеті бұл Бәйтерек монументі. Жалпы Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасын жазуға не түрткі болды? Оны мына өлең жолдарынан көруімізге болады. Түсімде тәуелсіздік падишасы ақ қағаз алтын қалам берді маған. Күбірлеп құлағыма жеті түнде қоймады осы жырды жазбасыма дейді. Яғни бұл өлең жолдарынан ақынға түсімде жаңа тәуелсіздіктің падишасының осы Бәйтерек поэмасын жазуға түрткі болып аян бергенін көруімізге болады. Ақынның Бәйтерек поэмасында бабаларымыздың арманының жүзеге асқандығын, тәуелсіз еліміздің елордасы Астананың бой түзеп сәулеті артқанын көруімізге болады. Ақын поэмасында Бәйтерек ол елорданың ғана емес, күллі қазақ елінің арманы, мұраты, жемісі екенін көрсетеді. Поэмада тарихи оқиғалар, сонымен қатар тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдер де бейнеленеді. Осы поэма арқылы ақын бізге не айтқысы келді? Бәйтерек поэмасы арқылы ақын бізге осы ата-бабамыздың сан мыңдаған армандарының жүзеге асқанын, сол тәуелсіздікті қастерлеп, қадірлеуге үндейді. Поэмада сонымен қатар көптеген тарихи тұлғаларда кездеседі. Сіздерге мынандай сұрақ беріледі. Несіпбек Айтұлы кім? Ақын поэмасында қандай мәселелерді көтерді? Бәйтерек монументінің символдық мәні туралы не білесің? Ақынға шығарманы жазуға не түрткі болды? Мысал келтіресіздер, автор стилі басқа ақын стильдерінен несімен ерекшеленеді? Оқу мақсатына сәйкес сіздерге мынандай тапсырма ұсынылады. Рафт әдісі бойынша автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жасайсыздар. Рөлді өздеріңіз
таңдайсыздар. Аудитория, формат, тақырып. Тақырып Астана тәуелсіздік белгісі. Мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асырасыздар. Автор стиліне сүйенеді, рөлге енеді, аудиторияны жандандырады, жанрлық ерекшелігін сақтайды, тақырыпты ашады. Мына берілген кестенің біреуін таңдайсыздар. Мысалы, әдебиетшіні таңдайтын болсақ, аудиториямыз жас балаларға арнаймыз. Форматы, түрі хат болады. Өлең болады. Сабақтың соңында мына шығу билетін толтырамыз. Сіз бүгін не үйрендіңіз, сіз тағы алға қарай не білгіңіз келеді. Үйге тапсырма, Бәйтерек поэмасын оқу және сонымен қатар зерттеңіз. Бәйтеректі тақырып етіп алудағы ақынның мақсаты, қазақ халқының өткен өмірі поэмада қалай көрініс тапқан. Құрметті оқушылар, берілген тапсырмаларды, сонымен қатар үй тапсырмасын Classroom Google классқа орналастырып, сонда жазуларыңыз сұралады. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.